Сәлем достар, бүгін менен бір күндік влог. Осылай ыдыстарды жуып бастадым. Саға құрсы-құр еткізіп ыдыстардың бәрін жуып жатсам, сіңілім, кеше келген сіңілім, бүгін қайтамын дейді. Сіңілімді шығарып салып, қайтадан үй жинастыруға кірістім. Осылай залдан бастадым. Залдың бәрін пылесостап жатсам, қызым пылесос қосылса бітті, қасымнан шықпайды. Сіздердің балдарыңызда осындай ма? Пылесостың қосылса астарыңыздан кетпей ма? Біздің балалар осындай. Одан кейін екінші комнатаға кірістім. Екінші комнатада біз бұл жерде негізінде көбінде осы жерде өткіземіз. Тез шашылатын комнаталардың бірі. Бала-шаға осы жерде ойнап, телевизор көріп отырамыз. Осы диван артын ашып пылесостай салайыншы десем, мусор деген толы қапты, ішінде масқара, адамнан басқасын бәрі бар екен. Қолыма сыймай кеткенсін алдым да қалтама салып қойдым, салып алдым. Одан кейін мусорға тастай салам. Қызымды диванға отырғызып қойдым да ары қарай пылесостадым. Әйтпесе аяқтың астына оратылып, үй жинатпайды. Уайымдамаңыздар, құлап кетпейді. Одан кейін сүріп қойдым. Қызымды одан кейін енем далаға алып кетті. Үстіп қалған бөлмелерді жинап, душевойдың бәрін пылесостап, полдарын сүртіп, шаңдарын сүртіп, негізінде бұл аралығында менде обед беріп алғам. Осылай обед беріп алғаннан кейін осылай жалғастырып, үйімді жинастырдым. Мынау біздің прихожка, коридор. Үстіп жинастырып, бәрін болдым ба дегенде ұлым мектепке баратын уақыты болыпты, күреске барады. Күреске шығарып салғаннан кейін кешкі тамағымды жасап, одан кейін сағатқа қарасам, сиыр келетін уақыт болыпты. Сиырды сауып, сүтімді пісіріп алдым. Осылай менің бір күнім өтті. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.